Hayırlı kеш, құрметті көрермендер және әріптестер. Жағдайларыңыз қалай? Жақсы ма? Кәсіптеріңіз жүріп жатыр ма? Алла берекесін берсін. Бүгінгі айтайын деп отқан тақырыбымыз ол және шылаушындардың жағдайы туралы және қысқа дайындық туралы. Ол шылаушындардың қазіргі жағдайымыз алған жаз бойы салынған азықтарды міне жеп бітіріп, майдаланып, гумусқа жұмыс істеп жатыр. Шылаушындар майдаланып, азық таппай, жан-жаққа, яғни жерге қарай, жылы жерге ығысуда. Және де біз бұның қысқа дайындығы ретінде айтатын болсақ, міне бізде мынандай жанама жүйе жасадық. Жанынан биіктігі шамамен 60 сантиметрдей болады. Оңтүстік жаққа сол 70-80 сантиметрден жетеді. Яғни іштей биік өтпес үшін және де өздеріңіз ыңғайларыңызға қарай жасай бересіздер. Себебі шылаушындар түнде күн суық болып жатыр, кейбір кезде минусқа дейін кетіп жатыр. Сол себепті олар жылы жер іздейді. Жылы жер іздегеннен осының жанама жүйектің астына кіреді. Яғни жылы жерге кіреді. Жылы жерге кіргеннен олардың жұмыс істеу процесі жақсара түседі. Себебі күн суытып жатыр, қанша градус болса да, күн мысалға қанша жылы болып тұрғанмен, бұларды жегенмен, бұнда жылуы түсетін болады. Сол себепті бұлардың да төмен түскен кезде үстінен азық салатын боламыз. Және тағы бір жолы, біз кәдімгі пластмасс ящиктерге бөліп алу тәсілмен істеп жатырмыз. Себебі бұл жерде шылаушындар өте тығыз орналасқандықтан бұны бөліп алып, басқа жүйек жасап, сол жерге жіберетін боламыз. Осылай қысқа дайындық жасап үлгеруіміз керек. Уже күздің ортасы болды, күн суытып жатыр. Қыс кеп қалған кезде шылаушындарымыздан айырып қалмайық. Сөйтіп, неғұрлым қазіргі жұқалаудың қажеті жоқ. Неғұрлым осындай жанама жүйек жасап көтеріп алуымыз керек. Ең маңызды мәселесі осы. Шылаушыларымыз құртып алмай, көктемге дайындыққа витаминдерін беріп, тәттілеріңіз болса, арбуз, қарбыздарыңыз қалған болса, соларды қосып, немесе қазіргі сатылып жатқан биогон витаминдерін қосып, шылаушылардың иммунитетін көтеріп алуымыз керек. Себебі көктемге үлкен объемға шығып кететін мүмкіндіктеріңіз болады. Және бұл біздің өндіріп жатқан өнімімізді сатып алатын біздің комитет корпоративте құрылды. Сол себепті осы кәсіппен айналысып, еш уайымдамастан осы кәсіппен айналысудың берекесі болады, Құдай қаласа. Назарларыңызға рахмет. Осы іспен айналысып, берекелі пайда табыңыздар. Алла разы болсын.